Сәлем достар, сіздермен бірге мен Ақсере. Достар, бүгінгі видеода элитный лагерь бізде екінші серия болады. Ал ендеше бастайық. Мә саған екінші этаж вообще күшті екен, иә? Мә, вау. Таңғалатын несі бар? Мен 3 этажный үйде тұрам, ал мына 2 этажный. Қой, біз сен енді көрдік қой. 1 этажный, только 1 этаж. Балалар келіп қалды. Балалар, каники орындарыңа отыра қойыңдар. Қыздар, ұлдар боп отыруларыңа болады. Тек қана қыздар боп отырмаңдар. Бергел, сен ұл мында отырасың, сен қыз мында отыр. Сен ұл мында, сен қыз мында отыр. Қалған екеуің ана жаққа барып отырыңдар. Қалған 4-еуің дегенім. Апай, біз олармен отырғымыз келмейді. Отырасыңдар дедім ме? Отырасыңдар болды. Немесе қыздар, ұлдар боп отырасыңдар, өздерің біліңдер. Жарайды. Ладно, біз олармен отырсақ, отырып көрейік. Сендерге жалко. Иә. Бірақ мына қызбен жалко емес. Рахмет. Ей, қойындарша. Балалар, өздерің бәліш жейсіңдер ма, не жейсіңдер? Бәліш те бар, біз бәліш жейміз. Я буду тоже бәліш. Бәліш жейміз. Мен де бәліш жеймін. Мен асқабақ қосылған бәліштің атам. Қалай сен асқабақ қосылған бәлішті жейсің? Қош, дәмді емес пе? Я, асқабақ қосылған бәліш өте дәмді болады. Сендерге кешкі асқа осы, мен де асқабақ қосылған бәлішті жеп көрейін. Мәссаған, өте дәмді екен алма қосылған бәліш. Ай, туф. Ал балалар, сендердің қазір тәрбиешілерің келіп қалу керек. Себебі сендер ұйықтайсыңдар. Сіз ұйықтамайсыз ба? Жоға, мен ұйықтаған нес? Мен дейтін, маған бір төсек болады. Сол төсекте жатам. Қазір мен сендерге өзім төсегімді көрсетейін. Апай, сонда біздің жататын жеріміз қайда? Қазір көрсетеді ғой тәрбиешілерім, мұнда біз жатамыз. Балалар, ұйықтайтын уақыттарың келді, ертең сағат 7-де тұрасыңдар. Жақсы, біздің бөлмеміз қайда? Ой, кешіңдер ұлдар, мен сендердің бөлмелеріңді көрсетуге ұмытып кеттім. Жүріңдер бірінші, мен сендердің бөлмелеріңді көрсетейін. Жүріңдер. Мәссаған, мына бөлме қандай керемет. Прям ұлдарский ғой. Я, біз әти солай шығардық емес пе. Так, екеуің осы, екеуіңнің төсектерін, мынау екеуіңнің төсектерін. Енді оны өздерін шешіп алды, чтобы қайда жататындарыңды. Кім үстіде, кім астыда. Бірақ үсті мен астыға таласпаймыз, жарай ма? Жақсы. Қайырлы түн, балалар. Тез ұйықтаңдар. Түні бойы бір-бірлерінің мазаламаңдар. Кім ұйықтайды, сол ұйықтасын. Бір-бірлерін мазақтамаңдар. Мазаламаңдар дегенім. Мұнда сендер ұйықтайсыңдар. Осында ұйықтайсыңдар, ал мұнда басы қолдарын жуып аласыңдар. Ал қыздар бөлмелерге барып жата беріңдер, ал біз мұнда жатамыз. Біз айтпақшы, біздің әлі жұмыстарымыз бар істейтін. Сондықтан да сендер өздерің бөлмелеріңе бара беріңдер. Келіңіздер, өзіміз жақсылап тұрып шай ішіп алайықшы. Қане біз кірейік. Фу, артұрыңдаршы, сендерме вообще тұрғым келмейді. Туф, Камила, қойсаңшы, оларды адам ғой. Карина, сонда сен менімен дос болғың келмей ма не? Дос болғың келеді, бірақ сен оларға өзің бірінші бастайсың ғой. Туф, Карина, өзіңді жапшы. Сен менің подружкамсың, оларға мән берме. Олар сені өтірік көп досы болу үшін, сенімен өтірік дос болу жүр. Ал вот мен сенімен шын дос болу жүрмін. Ой, қош. Болды, жүрдеш. Туф, артұршы. Наконец-то өз комнатамызға келдік. Карина мені күте тұр, мен қазір келем. Қолымды жуып алайыншы, жаңағы бәліштен.
Қыздар, мен екеуіңе бір айтсам бола ма? Жанель айым. Айта бер. Жанель айым, мен Камиламен және сендермен дос болғым келеді. Бірақ ол сендермен дос болғысы келмейді. Білмеймін неге екенін. Бірақ білмеймін, бізбен дос болғысы келмейді. Мен сендермен барлық қыздар дос болғанын қалаймын. Біз қазір 6 класс оқитын шығармыз. Бірақ, то есть 6 класс деппін ғой, біз енді 7 классқа барамыз. Біз 0 класстан төбелесіп келе жатырмыз. Ол кезде мен сендерден кешірім сұраймын, сендерге қатал болғаным үшін. Бірақ қалай айтсам болады? Камила сендермен дос болғысы келмейді. Ал мен сендермен дос болайын десем, ол вообще дос болғысы келмейді. Неге сен оның айтқанын тыңдап жүруің керек? Өйткені ол маған көп жақсылық жасаған. Ол маған ақша берсе де, мен оның мен оның ақшасын алмайтынмын. Бірақ ол сонда да күшеніп бер, ал деп айтатын. Сосын мен алатынмын. Мен енді оның қарыздарын қайтару үшін солай жүрмін. Бірақ сонда да ол нечестно ғой. Карина, мен сенен ондайды күтпедім. Камила, бұл рас қой енді. Сен рас қой олармен дос болғың келмейтіні рас қой енді. Рас болса да, сен неге істедің оны? Мен саған бұрында талай ақша беріп көмектестім емес пе? Мына киімдердің барлығын осы менің ақшамның арқасында алдың емес пе? Енді ол кезде мен сенің ақшаңды алғым келген жоқ. Егер де мен ол ақшаны алмасам, сен ренжитін едің. Маған ренжіп жылайтын едің. Ал мен сенің сол көңіліңді түсірмес үшін сол ақшаларды алып тығып қойдым. Сосын кейін сен неге ол ақшаларды пайдаланбайсың дегеннен кейін өзіме киім алдым. Сен соны түсінбейсің. Ал егер мен саған оны айтсам, сен оған ашуланасың. Мен Жанелмен де, Айыммен де, және сенмен де қатты дос болғым келеді. Сендер бірінші класстан ұрысып келе жатырсыңдар. Оған не себеп? Не істеп қойды Жанель мен Айым соншама саған? Не істеді? Сонда сен менімен дос болғың келмей ма не? Дос болғым келеді, бірақ ешқандай да бірақ. Мен саған ол себепті айта алмаймын. Болды, мен ұйықтаймын. Жақсы, мен де ұйықтайын. Тұршай былай. Мен бірінші өтіп кетейін. Карина, сен оны ренжітіп алдым деп ойламайсың ба? Білмеймін, шынымен де ренжітіп алған секілдімін. Қарасаңшы, ол ренжіп қалды ғой. Сен оны шынымен де ренжітіп алған секілдісің. Секілдісің емес, ренжітіп алдым деп айтсақ та болады. Енді оған қандай сюрприз жасаймыз? Білмеймін. Қандай сюрприз жасасақ болады екен? Қыздар, неге көңілсіз тұрсыңдар? Біз байқамай Камиланы ренжітіп алдық. Не себеп оған? Сіз білесіз ғой, өйткені сіз біздің мектепте жұмыс істейсіз. Яғни біздің мектепте жаңадан келген мұғалімсіз, иә? Енді келесі дегенім. Білесіз, мысалға Камила бізбен дос болғысы келмейді. Сіз оны көріп жүрсіз. Сөйтіп, ол ваннаға кеткен кезде, біз сөйлесіп тұрған кезде, бізге Карина айтқан, мен сендермен де барлықтарымен дос болғым келеді, бірақ Камила дос болғысы келмейді деп сондай сөздер айтты. Ал Камила болса ренжіп ұйықтап қалды. Мә, қыздар, негізінде сендерге айта алмай жүргенім бар. Не айта алмай жүрсіз? Камила менің туған сіңілім. Не? Туған сіңіліңіз? Неге оның өндеше шашы сары? Себебі ол біздің анамызға тартқан. Біздің анамыз орыс.
бірақ орыс болса да қазақ тілін өте қатты жақсы көреді. Орысша да қазақша да біледі. Қазақ тілін құрметтейді. Тіпті бізге орысша сөйлемеңдер, қазақша сөйлеңдер деп ұрсатын. Анамның шашы сары болғандықтан солай. Ал мен әкеме тартқанмын. Үйдің үлкені әкелеріне ұқсайды ғой. Мен негізінде басында Камилаға ұрысып жүрген болатынмын. Бірақ Камила менің айтқанымды тыңдамай жүрді. Бәсе, сіздер бір-бірлеріңізге ұқсайды екенсіздер. Бірақ оның қылығы сізге мүлдем ұқсамайды. Иә, оның қылығы ешкімге ұқсамайды. Оның қылығы біздің әкемізге ұқсаған түр. Өзінің түрі мамамызға ұқсаса да әкемізге ұқсаған. Әкеміз де біраз сондай ұқсайды. Біз енді оған қандай сыйлық жасаймыз? Иә, сіз оның туған апайсыз ғой. Сіз бізге айтсаңызшы оған не ұнайтынын. Білмеймін оған не ұнайтынын. Ертең таңертең көрейік. Бірақ оған не ұнайтынын мен білмейді екен. Бірақ сендер неге оны ойынға қоспай жүрсіңдер? Оны ойынға қоспай жүргеніміз, өйткені оны қалай айтсақ болады екен. Оны ұлдар менсінбейді. Себебі ол мектепте ұрысты өзі бірінші бастайтын. Яғни өзі бірінші келіп ұрыс іздеп жүретін. Ұрыс іздегеннен кейін ұлдар ашуланып оған айғайлайтын. Яғни айтатын. Сен неге араласасың дейтін да, керісінше бізбен ойнайтын. Түсінікті. Мен өзім сөйлесемін. Жоқ, сөйлеспей қойыңыз. Не үшін сөйлесейін де? Жоқ, оған сөйлессек ол бізге тағы да ренжіп қалады ғой. Неге айтып берді деп. Жақсы. Енді оны қалай кешіреді екен, нетеді екенбіз? Білмеймін, оны ұлдарға да айту керек ертең таңертең. Жақсы, қыздар, ұйықтаңдар. Сағат деген 9:30 болды. Сендер онда ұйықтауларың керек. Қайырлы түн. Сіз қайда ұйықтайсыз? Екінші этажда. Жақсы, қыздар, қайырлы түн, мен кеттім. Ертең біздің тәрбиешіміз бір амалын табар. Иә, біздің тәрбиешіміз ақкөңіл ғой. Әрі әдемі. Болды, қыздар, күле бермей ұйықтайық. Жақсы, мен Каринаның каналын кеттім. Таң атқаннан кейін. Қыздар, тұрыңдар. Апай, не болды? Қыздар, тұр. Карина, тұр. Не болды? Бірдеңе болды ма? Бүгін ақыр сөйлеңдер. Камиланы оятып алмайық. Оған бірдеңе сыйлық істеп көрейік. Сіздер қаншада тұрыңыздар? Сағат әлі 7 ғой. Біз сағат 6-да тұрып, ұлдарды да тұрғызып қойдық. Сөйтіп ұлдарға барлық үйдегі жұмысты істетіп қойдық. Неге біз оятпадыңыздар? Біз қызбыз ғой. Ештеңе етпейді, тұрыңдар қанеки. Таңғастарыңды ішіп алған шығарсыздар. Кім таңғас ішкісі кеп тұр, барып ішіп алсын, қыздар. Жоқ, мен таңғас ішпеймін. Менде. Я, мен кеше тойып алғам бәлішке. Бәлішке тойып алсаңдар жақсы. Жүріңдер. Айтпақ жолдары осы мәселені біле ма? Біз ұлдарға таңғы 6-да айтып тастағанбыз. Жүріңдер. Мені күтсеңіздер. Чё там, ұлдар? Мәселені естіңдер ма? Иә, естідік. Немене ұрсық бағасыңдар, Соны айтам. Ой, кетші, оған таңғалудың керек емес, олар полибом ұрсысады ғой. Соны айтам. Ұлдар, аузарын жамдаш. Қыздар, тыныш. Қалай түсінбейсіңдер? Айтпақшы, сендер білмейсіңдер ма не? Нені білуіміз керек? Нені, апай? Айтпақшы, білеміз біз. Иә, біз білеміз, сіз бізге айттыңыз ғой, что сіз Камиланың туған апа екеніңізді. Ой, оны емес.
ертең Камиланың туған күні. Мә, я айтпақшы. Ертең 27-ші, ой. Мә, шын екен ғой. Уже ертең 27-ші шілде екен ғой. Я. Негізінде лагерьге 27-ші шілдеден бастап болмайды ғой. Балалар, қойыңдарша. Біздің лагерь элитный лагерь. Ой, апай, лагеріңізді мақтамай қойыңыздар. Ақырын сөйлеңдер, ұлдар. Бұл рас, элитный лагерь деген біз даже диплом алғанбыз. Үйбей. Болды, ұлдар. Қойыңдар. Ертең оның туған күні. Бірақ біз ертең оның туған күні екенін білдіртпей жүруіміз керек. Бірақ қалай? Кәдімгідей. Болды. Жақсы, сендер тамақтарын ояна беріңдер. Ал ендеше біз тұрамыз. Барлық қыздарға да кеткен. Бір күннен кейін, яғни ертең Камиланың туған күні болған кезде. Мына жерде барлық қыздарға да кеткен. Бүгін мен туған күнім екен, барлығы ұмытып кеткен ба? Ей, кім бар мұнда? Есік немене ашылмайды, мен немене қамалып қалдым ба? Туф, мама шын айтқан екен ғой, лагерьге бармай-ақ қой деп. Ол өтірік элитның лагерь емес деп шын айтыпты ғой, мен бекер мамаға сеніппін. Вот мен қамалып қалдым енді. Олар екінші этажда болуы мүмкін. Олар сонда екінші этажда да жоқ. Туф, не істеймін енді. Даже асханашы апай да жоқ. Барлық қайда кеткен? Не істеп қойдым оларға соншама? Тіпті мен туған күнім екенін де ұмытып кеткен. Бүгін мен туған күнім емес пе? Апай, ұлдар қайда? Олдар Мұхтар ағаларымен кеткен. Сәлеметсіз деген не керек? Бізге бір айтпақшы оған новый ұялы телефон керек деді ма? Новый ұялы телефон. Бізге бір новый iPhone бересіз бе? iPhone? iPhone мінекей мынау осы новый iPhone шықты жаңадан. Іші осындай. Енді мынандай алмайсыздар ма? Осындай бар. Еще осындай iPhone бар, енді бізде осы ғана. Онда бізге осыны салып бересіз бе? Жақсы, қазір салып береміз. Күте тұрыңыздар, мен сіздерге қазір салып беремін. Жүріңіздер. Салып беретін жері бұл жерде емес. Бұл жерде ұялы телефон сататын жер. Жүріңіздер. Жүріңіздер. Сіздер элитный лагерден келгенсіздер ма? Әлгі элитный лагер несін алған. Иә, біз содан келдік. Канекинаны распаковкасы көрейін. Неки, дайын. Осы ұялы телефонды салып берсе етір болады. Басқа айын бар ма, әлде осы айын? Неки, распаковка жасап бердік, ала берулеріңізге болады. Жақсы, рахмет, біз кеттік, ақшасын сізге бере саламыз, жүріңіздер төлейміз. Жүріңіздер. Қыздар 5 минут күте тұрыңдаршы. Керекті ақшасын осыны. Мінеки төленді. Рахмет сізге. Келіп тұрыңыздар. Иә, келіп тұрамыз. Күшті екен, нүкет. Осы дүкені алам, телефондарды басқа дүкені алып жүрпеніне. Соға мен бұрында басқа дүкені алатын. Ал, жүріңдер. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер бе? Сіздерге қандай зат керек? Не керек? Біздіге ұялы телефон бар ма еді? Бар ғой ұялы телефон. Бізге iPad бересіз бе? iPad? Қандай iPad керек? Оған не ұнайтын еді? Планшет бар ма? Планшет осындай.
Бізге мынандай бересіз бе? Пенсилмен. Тап. Аха, қазір. Осыны екеуін аласыздар ма? Иә, мінекей. Жақсы жүріңіздер, мен сіздерге оны распаковка етіп берейін. Упаковкасымен сап берейін дегенім. Кешіріңдер, шыдасып кеттім. О, бро, қалайсың? О, бро, сәлем, қалайсың? Сен элитный лагердесің бәле? Я, элитный лагерге мен барғым емес. Неге күшті прям? Мен не келейін ба? Ой, бол, кіргізбейді, енді келесі жазы күтесің. Үй, то есть келесі қысты. Осы қысты. Вот мен барамын, пока. Давай. Қазір күтіп тұрыңыздар, мен распаковка етіп берейін бірінші. Ал пенсил, я? Осы екі подарканы алыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сіз қайда болыңыз? Үйде сізді көріп қойған жоқ па? Жоға, мен торт пісіратын жерге барып өзім пісірдім. Заказ берген жоқсыз ба не? Енді қалай пісірам, көріп қояды ғой. Бізде подарка алдық. Бізде ал кірейік. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен, туған күнің мен, Камила, туған күнің менен. Бұлар, сонда сіздер қайда болдыңыздар? Сен не білмейсің бе не? Біз саған сыйлық алуға бардық. Міне сенің сыйлықтарың. 3 сыйлығымыз, енді біздің бір сыйлығымыз. Саған сіздерге көп рахмет. Қыздар, мен сендерден кешірім сұраймын. Ештеңе етпейді. Рахмет қыздар, сендерге мен сендерден кешірім сұраймын. Қыздар, мен кешіріңдерші. Мен сендерге 1-ші класстан бері тесіп келе жатырмын. Сол үшін мен қатты өкінемін. Кешіріңдерші мені. Ой, қош, несін кешірім сұрайсың? Кешірім сұрамай қой вообще. Кешіреміз ғой сені. Мен мынаны өзімнің қолымнан жасадым. Сіз қайда болдыңыз о кезде? Сіз о кезде қайда болдыңыз? Енді торт пісіратын жерге барып өзім жасадым. 12 жасқа толдың ба? Я, қайдан білдіңіз? Мінекей, сенің туған күнің мен. Жүріңдер енді залға барып сыйлықтарды ашайық. Я! Ал сыйлықтарды аша ғой. Қазір мен ұлдар өздерінің сыйлықтарını маған айтып отырыңдар. Мен торт жоқ. Торт дедім декен. Так, бірінші сыйлық бізде. О? Құр пенсил ма? Бұл біздің сыйлығымыз. Тағы да планшет бар ғой құрсай. Рахмет сіздерге ұлдар. Аға, Мұхтар аға, сіздерге көп рахмет. Көп рахмет. Сіздерге көп рахмет, адам жылатасыздар ғой. Сендер де сонда пенсия аласыңдар ма не? Я думаю, сендер не алған қыз көреміз. Мен мынаны армандап жүрдім ғой. Көп рахмет. Келесі сыйлық ол қыздардан болса көрейік. Я, келесі сыйлық ол бізден. Новый iPhone! Новый iPhone 13! Сендерге көп рахмет. Мен на телефон еще ұстамадым ғой өмірімде. Мен бұндай сендерде көткен жоқпын. Әпке сізге, қыздар, достарым, сіздерге көп рахмет. Қыздар, мен, ұлдар, кешіріңдер. Мен сендерге бұрыннан бері тесіп жүрдім. Сол үшін мен сол тескенім үшін. Мен кешіріңдер, өтініш ұлдар, өтініш, кешіріңдер. Карина, Жанель, Айым, ұлдар, Олжас, Дәулет, барлықтарын кешіріңдер. Апай, Мұхтар аға, барлықтарыңыз кешіріңіздер. Мен сіздерден ұялып тұрмын. Кешірім сұрауға. Ұялмай-ақ қой. Біз саған мүлдем ренжіген жоқпыз. Сенің достарың да ренжіген жоқ. Я, бүгін сенің туған күнің ғой.
сенің туған күнің үшін емес, біз сені әлдеқашан кешіріп қойғанбыз. Тіпті біз саған ренжіген жоқпыз. Я, бізде саған ренжіген жоқпыз. Сен де бізді кешір. Біз сені ойынға қоспай бөлексініп жүргеніміз үшін кешір. Ол өзімнен де бар ғой. Өзім сендерді ашуландырып қоям да, өзім солай нетем. Сол үшін мені кешірін. Сөйтіп ашуланып сендерге жалобы тастаймын. Сол үшін мені кешіріңдер. Жарайды, барлығымыз енді сенің туған күніңді тойлауға барайық. Я, жақсы. Өстіп сериал соңына жетеді. Сау болыңыздар, достар.